тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. От 90-нан жоғарғы. Оттек. Алды. Так, плюс бізде 68 доллар. Бізде нанты шешті. Бағана жерден жоғары кетуі мүмкін. Бұдан ба? Классикалық бұдан. Ашпаймыз, жай ғана көрейік. Тағы жетпей қалды ғой. Тағы жетпей қалды. Бұл күнді де өткізейік. Так, четвер күні. Q1'ды өткіземіз. Q1 high. Q1 low. Так, бізде қандай сценарий енді соны қарайық. XAMD болады қандық па? Неге? AMD XP. Осы күндік па? Күндік пока не ясно болып тұр ғой. Пока не ясно. Қазір мына ликвидтардың жұмыс жасауы мүмкін. Немесе былай кетуі мүмкін. Так, мына ликвидті шешіп. Мына жерде бізде классикалық бар. Осыдан көруге болады қазір. Келсе. Так. Так, бізде Q1 high. Ал кеттік, бисмилля. Все. Бұғы өтсем сразу. Ал бізде бұғы. Андай реакция кету керек қайға дейін. Опа, уже сразу без убыток. Опа. Бұмен шыға жүрді. Көріңіз, бәрібір реакция алды классикалық бұдан. Бірақ бұмен шыға жүрді. Енді не істейткен бұл? Өткізіліп, бұл күнде жұмаға барайық, жұма күнге. XAMD болып кетуі мүмкін. XAMD деп қарап көріңізші. XAMD бірақ екеуде шешілген жоқ та бізде, екі жағы да. Аккумуляцияны. Уже неқтар кіші қалмады. Болашақта бару мүмкін Q1 қайға. Так, енді жұма күні көрейік. Жұма. Так, AMDX. Q1 өткізіп жүреміз. Q1 high, Q1 low. Так, енді не істейміз біз? Low-ны алса high'ға, high'ны алса low-ға. Сол сценариймен қараймыз. Едік сразу мына екі
мынаяк шешилген, значит қазір мынаны шешу керек. Осыны шешсе, и біздің жақтан слон болған. Вот әдем келіп тұр, енді әдем келіп тұр. Так, енді бүйтейік. Бізде 15 минутта тек қана классикалық В бар. Сағатқа кірейік. Бір сағатта да болса. Так. Бәрінде бар болып тұр. Классикалық бар. 5 минут мына жерде open close level бар ғой, 15 минутта. 5 минуттарға осы жерден де реакция алу мүмкін да. Жетпейді классикалық. Алыс болып тұр да классикалық. Так, болды, көрейік онда. Лоуды алып, сосын лонгқа кеткенін қараймыз. Сонда цель бізде мына Q1 файлға байқын бізге алдыңғы. ПДХ. Так, шешті. Енді ликвид шешілу қалды. Так, шешілді ликвидності. Та уже реакция алып отыр бізде. Қасықтық. Тағы бір лоуды алып, осы қазір Q2-нің Q4-інде қайтып кетуі мүмкін разворот кезінде. Классикалық В-ға қойып. Лимитка. Жетпей қалды. Так, жетпей қалды. Ана жерде не open close'дан алып кетті. Сондай болып тұр, open close level. Даже бұған жетпеген. Екпін жоғарысындағысын алдым. Так, бұна кезде көрейік, может кеп қалуы мүмкін. Келмесе тағы реакция өскеннен кейін тағы осы жерден бір RBS па бірдеңеден QML-ден ба кіруге болады. Опа, кет қалды. Қайттан классикалыға жетпей қалды. Все, Q1 қайға кетті деп тұр енді ол. Ойлағаным мұндай RBS-тен ұстауға болатын деп отқаным мұндай. Немесе мынандай QML болса. Келесі аптаны ашылды бізде. Так, енді бізде қайда алды енді. Енді осы ішкі ликвидпен жұмыс істейді, ішкі ликвид болғанда осы ішкі ликвид. Мына жер алынып тұр. Арықтарға түспейтін шығар енді. Баға лонг кеткісі келіп тұр, лонг. Көрейік Q1 хай мен лоу шешілгені. Лоу шешілгені керек бізге хайға дейін ұстауға. Лоуын шешсе. И мынаяқтан бізде RBS бар. Осыдан ұстауға болады. Кішкене интернет тупить етіп жатыр, соған задержкамен істеп жатыр, соған. Біраз ссылканы жіберіп алып жатырмыз. Хайны алып кетейін деп тұр ғой қайттан жоғарыға. Лоуын алмады, шешпеді. Смысл жоқ шорт қарауға. Онда өткіземіз енді бұл күнде де. Жақсы ТВХ бермесе, қинап ТВХ іздей берудің қажет жоқ. Өткізе саламыз күнде. Сіз ойлағандай болмаса.
главный сіздің мақсатыңыз негізі депозитті сақтап қалу, жоғалтудан бұрын, ақша табудан бұрын. Мгм. Ақшаны жоғалтпасаңыз, оның өзі уже жеңіс. Q1'ды өткіземіз. Q1 high, Q1 low. Қайтадан не жатыр ғой? Қатып жатыр. Енді қандай сценарий уже бізде Q1 high шешіліп қойды. Жерден бәрі лоуға дейін ұстаудың смысл жоқ. Кішкентай сделка. Бізге лучше ликвидностьпен жұмыс жасау керек осы кезде. Может XAMD болып лонг кетуі мүмкін. Так, қай вариант дұрыс? Бізге XAMD қараған дұрыс. AMX осылай кетіп, лоуын алып, осылай кетсе әдемі болады. Немесе қазір жоғарыдан шортқа ұстау керек болса, осыдан ұстау керек. Мен қазір так кішкене көтеріледі, сосын осылай лоуға дейін ұстау болады. Болды, көрейгенді өткізейік. Так, жоғары барайын деп жатқан сияқты. Все-таки лоуын алды. Алды. XAMD қарап көруге болатын еді. Бір сағат көрейікші, мына жерде сақталуға бола ма екен? 15 минут. Так, бір сағатта бізде open close level деп тұр. Бұл осы жерден көруге болады, қазір жақындасын, келем екен. Q1 high, Q1 low мен. Так, даже мына жерден көрейік. Так, көрейік. Так, тейкіміз біздің Q1 low. Бірге 10 әрер шықты. Так, енді бізге қандай вариант бар басқа? Негіз лонг көрген дұрыс еді, мына жерден шорт кішкене апастым алып. Ол шешпек тақ етпет қалудан мүмкін. AMX болып. Көрейік бе? Сонда көреген. Енді нақтылын сыз қойып, келетін болса, классикалық бұл. Все, кеттік өнді. Опа, алынды біздің лимитка. Кішкене реакция берсін, стоп қойып түсеміз без убытыққа. Бұл без убытық қойып түсеміз на жерге. Опа. О, алынды жұртайық. И еще классикалық вға. Одан Тимей қалыпты бұған. Тимеген ба? Кішкен жетпей қалды. Жарайды көрегенді.
Так бізде так айтпақшы, бірге 10 ерер Неше болды? $100 болды. Нормально болып жатқан. Бір аптада. Енді келіпті. О, кетті. Көрдіңіз ба, ана жерде тиме қалды да, екінші рет келіп тұр ғой ана жерде. О, алды. Болды, біздің ойлаған нәрсем бәрі болды, былай айтқанда. Так, қанша күнде жасаттым оның бәрін? Бір апта емес па? 5-ші. 5, 6, 7. 7 жұмыс күнде екен. Мына жақта скиптар болған ғой. Мына 2 күн скип болды. Общий 4 сделка ашылған. Так, осыны есепте жібере салайық. 384. 384. 384 доллар ма? 84 доллар. Яғни біз... Жоқ, отырып айттым, 284. 284 ба? Жоқ ей. Иә. 100, 284. 116 және 68 100 284 екен. 284. 280% қосып тұрмыз, айтқанда 284% депозитке. Нормально. Дем 284%. Осыны аяқтаймыз. Сұрақтар бар ма осы болған жағдайлардан? Жоқ, сразу. Мынандай сделкалар өткізілді, бірақ бірге 22 әрер дейді, мына қараңыз. $220 ғой. Кішкене гибкость керек. Мен өзім кешегіде бір кеше ма жіберіп қойдым неге үй жұмысына. Аха. РБС